Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге Enel компаниясының Кардел шайы жайлы толық ақпарат беретін боламын. Кардел шайы бұл қандағы қант мөлшерін бір қалыпты ұстап тұрады, қан айналымын жақсартады, жүректің қан тамырларын жақсартады. Жүрек сіздер білесіздер, үнемі бізге қызмет етеді. Жүрек болмаса біз өмір сүре алмаймыз, жүрек үнемі қанды қан тамырларға жеткізіп отырады. Жүрек ауруларының себебі стресстік, дұрыс тамақтанбау салдарынан біздің жүрегіміз неше түрлі ауруға шалдығады. Соған ең күшті көмектесетін бұл бізде Кардел шай. Кардел шайдың құрамында долана бар, аналық шөп бар, жабайы раушан гүлдері бар, жалбыз бар. Сіздер білесіздер, долана адам жүрек қан тамыр жүйесін істейді, қалпына келтіруге, қанды жақсайтуға көмектеседі. Гибискус дегеніміз бұл холестерин деңгейін төмендетеді және де жүректің жұмысын жақсартып, аллергия, мысалы қоршаған ортадан қорғау әсерлеріне көмектеседі. Қырмызы орталық жүйке жүйесін тыныштандырады, рефлюксолық қозуды, қан қысымын төмендетуді және де жүректің жұмысын күшейтіп, жүрек соғуының жиілігін баяулатып отырады. Құрамындағы долана шөптері бұл психикалық, физикалық өнімдерді арттырады, зат алмасуды қалпына келтіреді, склерозға қарсы. Ал құрамындағы жалбыз бұл жалбыз эндокриндік жүйенің бұзылуын алдын алады, жүректің соғуын жақсартады, аритмия әсерін емдеуге өте жақсы көмектесіп отырады. Сондықтан да осы күнделікті бір мезгіл Кардел шайын қолдансаңыздар, бұл жүрек қан тамырларын жақсы, қан айналымының болуына, қан қысымның жоғары болмауына, неше түрлі аурулардың инсульт, инфаркттың алдын алуға жақсы әсер етеді. Сондықтан да егер сіздерде осындай давление мазалап жүрсе, міндетті түрде осы Кардел шайын қолданыңыздар. Күніне 2 рет тамақпен бірге, тамақтан кейін ыстықтай немесе жылы күйінде қолдансаңыздар болады. Жүрегіңіз сау, әдемі, сапалы өмір сүргіңіз келсе, міндетті түрде осы Enel компаниясының ұсынған Кардел шайын қолдануды мен сіздерге кеңес беремін.